Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін оңай әрі тез дайындалатын 5 минутта пісетін таңғы асқа арналған сұлы кашасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керек заттар: 250 мг немесе 1 кружка сұлы, 2 ас қасық қант, 1 щепотка тұз, 500 мг сүт, 1 ас қасық сары май керек. Сұлыны пісірмес бұрын жақсылап жуып алу керек. Одан кейін пешке қойып пісіреміз. Каша пісіп қалғанда өзі бұрқырап қайнай бастайды. Сол кезде бүкіл керек заттарын қосып, астын сөндіріп, бетін жаба саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Достар, сіздерге видеом ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен болған Әлия Тілеуғабыл. Міндетті түрде менің рецептім бойынша кашаны жасап көрулеріңізге болады.